Дәл қазір біз Әлия Молдағұлова апамыздың құрметіне қойылған ескерткіштің алдында отырмыз. Сол жағымызда Әлия Молдағұлова көшесі. Әлия апамыз тек қана Қазақстанның емес, сонымен қатар Кеңес одағының батыры, мақтаныш десек болады. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда Әлия апамыз небәрі 18 жаста еді. Ол жастайынан спортпен шұғылданып, сонымен қатар әскери жаттығуларға да қызықты. Әрине, соғыс басталғанда ол Майдан даласына аттанды. 1944 жылы Витебск түбінде болған шайқаста Әлия Молдағұлова батыл әрекеттерімен көзге түсті. Ол 3 күн бойы жаудың бекінісін басып алу үшін ұрысқа қатысты. Соңында оқ атып тұрған снайперлік мылтықпен жаудың жекелеген сарбаздарын жойып, өз бөлімшесіне жеңіс әкелді. 1941 жылы өкінішке қарай Әлия Молдағұлова қайтыс болды. Әлия, батыр қызы, сен халқымның деп жырлағандай, Әлия Молдағұлованың ерлігі мен батырлығы халқымыздың жадында мәңгілік сақталып қалды. Әлия Молдағұлованың бұл ерлігі қыздар қауымына үлгі, жастарға рух беретін батырлықтың символына айналды. Құрметті достар, мына видеоны өздеріңіздің таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл видеоны трендке айналдырайық.